Өзге де ақпараттар. Рафаэлла. Жоқ, олай емес, Құртафелла. Қазақстанда жаңадан пайда болған брендтің атауы осы. Бұл тауар белгісін әдеттегідей Шымкенттік тапқыр ару ойлап шығарды. Айнаш Убайдуллаева. Отандық өнім ұлттық тағамның шын жанашыр, шынайы тілекшісі осы қыз. Ізденіс ілгері бастырады деген Айнашпен Камила Мәуленқызы сұхбаттасып қайтты. Жас болса да талай іске бас бола алатын Айнаш 2009 жылдан бері қымыз сатумен айналысады. Сүт өнімдерінің барлық түрін көпшілікке ұсынатын ол құр сауда жасап қана қоймай, жаңалық ашуды жөн көрген. Өнімнің бұзылатынын, бұзылмайтынын, сақталатыны бар қырын таразыға салады. Тоқтам құртқа келді. Ерекше қораптың дизайнын өзі сызып, оған атауда қойып үлгерген. Құртафелла бұл Қазақстанда жаңадан пайда болған брендтің бірі. Жұмыстан кейін қалып, іздендім, қалай қызықтыруға болады екен адамдарды. Бұндай қызығушылық болады деп ойламадым, шынымды айтсам. Осылай келді де, негізі тұтынушыны табу керек болды ма, содан басталды. Құрттың саудасына осылайша жұрттың назарын аударғысы келген кәсіпкер авторлық құқық жөнінде Астанадағы мамандармен кеңесіпті. Құртафелла тауар белгісін тіркеп, қазақтың құртын көпшілікке жаңаша атаумен ұсынып келеді. Ат айтып тұрғандай, Медин ауыл дегеннен осы оңтүстік Қазақстан облысының айналасында бүкіл ауылдардан аламыз. Қай жерде жақсы құрт дейді, сол жерлерден. Қораптың қазірше 5 түрі бар. Қораптар әртүрлі және ішіндегі сыйымдылығына байланысты ғой. Әзірге кәсіпкер қорапты күн сайын 20 данамен ғана шығарады. Бағасы 60-тан бастап 150 теңгеге дейін түсіп кетеді білем. Құртқа қарағанда қораптың қымбатқа түсуі арнайы қағаз қиятын аппараттың жоқтығынан. Ал Құртафелланың бір қорабы орташа есеппен 250 теңге. Ұлттық брендке айналдыруды көздеген кәсіп иесі келешекте шетелден арнайы қорап жасайтын қондырғы алдырмақ. Камила Мәуленқызы, Әлем Әлік, Нұржан Ақжолов, Оңтүстік ақпарат.